Сондықтан бүгінгі балалар, ұлдарыңыз, қыздарыңыз қатты ұрса бермеңіздер оларға. Осылар ертеңгі болашақтың мықтылары да. Бәлкім сізден, бізден бірнеше есе мықты болар. Оны солай тәрбиеле. Саған үмітім үлкен, ұлым, қызым деп. Кешегі Мұхаммад Фатих Константинопольді ашатын. Ол да бір осындай сәби бала еді, жылап жүрген. Бірақ ғалым алдында отырып айта береді. Константинопольді ашатын хадисті оқиды да, білесің бе бұл хадисте кім айтылған? Білмеймін дейді бала. Сен айтылып тұрсың. Сонда мәселе балаға сол нәрсені көп айтыңыз өмірде. Сен менің батырымсың. Алла қаласа осы елдің бақыты үшін өмір сүресің сен. Аямай сөйле осы сөздерді. Ол сонымен өсу керек та. Идеология солай келеді. Ал тупой жаңағыдай. Басың істемейді. Елдің баласы мындай. Сен өлтірдің оны. Сөз көтере алмайтын. Еш нәрсе қолына